Баршаңызға қайырлы кеш, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай үй жағдайында жасалатын керемет палау жасадым және қасына ачичук деп танылған салатты да қосып жасадым. Сіздермен де жасалу түрімен бөлісе кетейін. Ең алдымен ірі қылып етті осылай турап алдым және бізге қажетті заттар дайындап алдым. Ең алдымен пиязымызды осылай екіге бөліп, бір бөлігін жаңағы кубик ретінде турап алып, қазанымызға майымызды көп мөлшерде құйып, жақсылап қыздырып, үстіне жаңағы турап алған пиязымызды салып, қызартып қуырып алу керек болады. Үстінен етімізді салып, екеуін пиязымыз бен етімізді жақсылап қызарғанша майда қуырып аламыз. Енді етіміз қуырылып жатқанда біз сәбізді тураймыз. Сәбізді осылай дөңгелекше етіп, одан кейін шетінен осылайнан ұзыннан солонка қылып турап аламыз. Сонда әдемі көрінетін болады. Мінекей етіміз дәл осылай пияз бен ет қызарып қуырылады. Сол кезде үстіне мен 1,5 кружкадай су құйдым. Жылы қайнаған су құйдым. Содан кейін кішкене араластырып жіберіп, қазанымыздың бетін жауып, бір қайнағаннан кейін қазанымыздың бетін жауып, етіміз піскенше қоямыз. Примерно мен 1 сағатқа қойып қойдым. Енді қажетті күрішті алып, жуып аламыз. Осындай күріш қолданамын, әдемі индийский дейді ғой. Жоғары сорттағы күрішті қолданған дұрыс. Осындай кесемен ровно 2 кесе күріш салып пісіретін боламын. Тура осындай 2 кесеге мен 4 кесе су құямын. Қараңыздар, етіміздің суы тартылып осындай болып қуырылған кезде біз пиязымыздың екінші бөлігін салып, жақсылап пиязымыз осылайнан қызарғанша, мінекей осындай болып қызарғанша қуырып алып, одан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді жақсылап майда қуырамыз. Және де ескерту, бетін жабуға болмайды. Қазанымыздың бетін жапсақ, вареный болып қалады сәбізіміздің түрі. Жақсылап қуырылғаннан кейін 4 кесе суымызды құйып, дәмі бойынша тұз, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 20-25 минутқа тағы да бұқтырып қоямыз. Одан кейін мінекей менде 20 минут өтті. Қараңыздар, етіміз осындай жұмсақ болып піседі. Содан кейін бетіне осылайнан күрішімізді салып, күрішті араластырмаймыз. Только осылайнан бетіне жай ғана жайып қоямыз. Енді жақсы дәм беру үшін үстіне мен 1 сарымсақты ортасына қойып, қазанды үлкен отта қайнатып аламыз. Кішкене суы тартылу керек. Мінекей қараңыздар, суы менде осылай тартылды. Осылайнан арасына кішкене ашып қойып, бетін жауып, ровно 20 минутқа қазанымыздың бетін жауып, өте төмен отта, баяу отта қоямыз. 15-20 минуттан кейін қазанымыздың осылайнан бетін полотенцамен жауып, тағы 10 минутқа қоямыз. Күрішіміз кішкене буда тұрады. Сол арада біз салатымызды жасаймыз. 1 үлкен пиязды алып, мен ортасынан бөліп алдым. Бізде үйде 2 адам болғандықтан, 1 ғана пияздың жарты бөлігін осылайнан өте жіңішке етіп, турап алып, ыдысымызға саламыз. Одан кейін қызанағымызды осылай дәл видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап аласыздар. Или өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Мінекей салып, бетіне дәмі бойынша қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка салып, және де жаңағы петрушка қолдандым, укроп қолданса болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз да дайын. Менің жолдасым палауды осы салатпен жегенді жақсы көреді. Сондықтан осы салатты жасайын деп шештім. Мінекей біздің палауымыз да дайын. 10 минуттан кейін мен осылай аштым. Бетін қараңыздар. Осылайнан әдемі шашылып піседі. Біздің палауымыз қараңыздар. Әдемі болып жабыспай пісті. Сарымсақты алып тастаймыз. Енді жақсылап осылайнан араластыруға болады. Буға піскенде сонда асты күймей жақсы піседі. Мінекей мен палауым осылайнан әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де сіздерге
рецепт ұнап жатса лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.